Бұдан былай көшеде беттерін тұмшалап, сығырайтып көздерін ғана ашып жүретіндерге, балағын балтырға дейін қысқартып, аяғының жүнін көрсетіп жүретіндерге, қоғамдық орындарда ондай киіммен тайраңдап талтаңдауға тыйым салынбақ. Ақпарат министрі Аида Балаева орталық коммуникациялар қызметінде дін туралы жаңа заңда қоғамдық орындарда діни киім киюге тыйым салу мәселесі қаралатынын айтты. Однозначно мы эти нормы будем изучать и предлагать. Чтобы запретить? Однозначно. Ну, по крайней мере, в общественных местах это уже, я вижу, практика во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности, там, где в общественных местах закрывает лицо, отдельно очень сложно распознать, да, по каким-либо признакам. Поэтому, конечно, опять-таки, это будет изучаться совместно с обществом. Министрдің айтуынша, дін мәселесі қазір елде өте өзекті болып тұр. Дін туралы заң қабылдау арқылы халықты діннен бөліп алу емес, керісінше діни сауатты ашуға күш салынбақ. Биыл жыл басынан қыркүйектің соңына дейін интернетте діни экстремизмді насихаттайтын 15 мыңға жуық материал анықталыпты. Бұл дегеніміз діни ағымдардың жұмысы күшейгенін көрсетеді дейді Балаева. Я хочу сказать, здесь вопрос не в религиозности населения, больше вопрос в религиозной безграмотности населения. И, конечно, сегодня мы видим, очень активно работают наряду с традиционными нетрадиционные религиозные течения. Дін туралы заң жақын арада қолға алынбақ. Айта кетейін, дін туралы мәселе Ринат Зайытовтың даулы мәлімдемесінен кейін қоғамда қызу талқыға түсті. Тіпті Зайытовқа қоқан-лоққы көрсетіп жатыр деген ақпарат та шықты. Кейін мәжілісмен Ермұрат Бәпи, Аманжол Әлтай, Қазыбек Иса ағаларымыз діни радикализмге қатысты заң қабылдау керек деп дабыл қаға бастады. Енді үкімет те осыны қолға алып жатқанға ұқсайды. Одан кейінгісін өмір көрсетеді.